Микроскоптың құрылысы. Жарық микроскопы механикалық және оптикалық бөлімнен тұрады. Оптикалық бөлімге жарық беретін аппарат, объективтер және окуляр кіреді. Микроскоптың ең маңызды бөлігі объективтер. Объективтер құрғақ және иммерсионды болып екіге бөлінеді. Иммерсионды объективтерді қолданғанда объектив пен заттық әйнек арасына самырсын майы тамызылады. Объектив майға батып тұруы керек. Үлгі мен объективтің арасында ауа болмағандықтан, жарық ауа қабатында өзгеріске ұшырамай, толығымен объективке түседі. Сол себепті микроорганизмдерді зерттеу үшін иммерсионды объективтерді қолданады. Келесі окуляр. Окуляр екі көздік және жинаушы линзалардан тұрады. Оның қызметі объектив жіберген кесіндіні үлкейту. Келесі жарық беру аппараты айна мен конденсордан құралады. Айнаның дөңес және ойыс беті болады. Күндізгі жарықта айнаның жазық беті, ал жасанды жарықта ойыс беті қолданылады. Келесі конденсор. Ол айнадан келген сәулені препаратқа бағыттайды. Жарықты азайту үшін конденсорды төмен түсіреміз, ал керісінше көбейту үшін конденсорды жоғары көтереміз. Конденсордың төменгі бөлігіндегі диафрагманы ашып жабу арқылы жарықтың күштілігін реттеуге болады. Конденсор мен диафрагманы қолданып, жарықтың күшін азайту арқылы жарық кедергі жасайтын көзге көрінбейтін майда объектілерді, олардың түстерін, пішінін нақты көре аламыз. Жарық микроскопының механикалық бөліміне штатив, зат үстелі, тубус, револьвер, макровинт және микровинттер кіреді.